Әкем туралы айтатын болсам, әкем Целиноград районы, Ақмола облысы, Қаражар селосында туып өскен. Әкем сол мектеп, сол ауылда тұрып 7 жылдық мектеп бітіріп, одан кейін Дортех техникум училищесіне түскен. Бұл орталық техникумнан түскеннен кейін барып, бітіргеннен кейін барып, теміржол саласына жұмысқа кірген. Слесарь болып, помощник машинист болып кірдім деп айтады өзі. Сол айтқан есімізде. Содан сол соғысқа, сол әскерге алып кеткенше, сол жерде 1,5 жылда, 2 жылға уақытта жұмыс қызмет атқарып кеткен сол теміржолда. Содан әскерден қайтып келгеннен кейін барып, ол кісі жаңағы депоға қайрадан жұмысқа кірді. Помощник машинист болып. Содан машинист болып жұмыс істеді депода. Үйден депоға шейін, ескі вокзалға шейін вагоноветка деген не жүрді, линия жүрді, как вагондар. Сонда мен баратын, ол кезде автобус деген шамалы болатын. Сонда мен вагоноветкамен жүріп, бірге барып келетін жаңағы неге жұмысына. Ол кездерде сондай Целиноградта жүрді, сондай вагоноветка деген. Қазір біз поезд дейміз, ол кезде поезд вагоноветка деп айтады өздерінше. Темір жол саласын таңдаған себебі ол кісі сол өзі кішкентай кезінен өзі армандайды екен, поезд жүргізсем деп. Сол өтіп бара жатқан поездарға ұзақ қарап тұратынмын дейді. Және де Дортех мектебін бітіргеннен кейін жаңағы соғысқа дейін де сонда болды. Ал соғыстан кейін алдында көмекшісі болса, соғыстан кейін сол паровоздың жүргізушісі болды. Өзі таңдаған мамандығы машинист болып жұмысқа орналасқан. Сол депода бірнеше жыл қызмет етіп, сол деподан зейнеткерлікке шықты. Бұл кісі туралы тағы не айтуға? Бұл кісі өте ақкөңіл адам болған, туыстарына сондай мейірімді.